1871 жылы кең қазақ даласында бір ерекше бала дүниеге келді. Оның аты Мұқан еді. Ол жастайынан қайсар, еңбекқор болып өсті. Ауыл жұмыстан қорықпады, тасты да, бөренені де оңай көтеретін. Ауыл адамдары оның бойындағы ерекше күшті ерте байқады. Өсе келе Мұқан ауылдағы күрестерге қатысып, үлкендерді де жеңе бастады. Бірақ ол ешқашан мақтанған жоқ, әрдайым қарсыласына құрметпен қарады. Ел оның болашағынан үлкен үміт күтті. Арманы оны алыс сапарға жетеледі. Туған жермен қоштасып, үлкен өмір жолын аттанды. Күндіз түні тынымсыз жаттықты. Күшінде, төзімінде еңбектің арқасында шыңдады. Қиындықтан қашпады, берілмеді. Осы табандылығының арқасында ол әлем аренасына шықты. Әділ күресіп, талай қарсыласын жеңді. Әлем оны таныды, ал ол өзін әрдайым қазақпын деп таныстырды. Қажымұқан әлем чемпионы атанды. Ол алған жеңістерін өзіне емес, халқының абыройы деп білді. Жасы ұлғайған шағында да елден қол үзбеді. Соғыс жылдары өз өнерімен отанға көмек көрсетті, халқы үшін барын салды. Өмірінің соңында ол жастарға ақыл айтып батасын берді. Күштің тек білекте емес, жүректе адалдық пен сабырда екенін үйретті. Қажымұқанның ерлігі мен өнегесі бүгінгі ұрпаққа жол көрсетіп келеді. Ол қазақ халқының мақтанышы, мәңгілік батыры.